Жаздың әдемі бір күнінде таңертең бір төре өзінің баласымен бақшаға барып, екеуі де егілген ағаштары мен гүл жапырақтарын көріп жүрді. Мынау ағаш неліктен тіп-тік? Ана біреуі неге қисық біткен? Деп сұрады баласы. Оның себебі, балам, анау ағашты бағып қағумен өсірген. Мынау ағаш бағусыз өз шығу қалыбымен өскен, деді атасы. Олай болса, бағып қағуда көп мағына бар екен ғой, деді баласы. Бағып қағуда көп мағына барында шек жоқ, шырағым. Мұнан сен де өзіне әбірет алсан болады. Сен жас ағашсың, саған да күтім керек. Мен сенің қате істеріңді түзеп, пайдалы іске үйретсем, сен менің айтқанымды оқып, орнына келтірсем, жақсы кісі болып өсерсің. Бағусыз бетіңмен кетсең, сен де мынау қисық біткен ағаштай қисық өсерсің, деді атасы.